OLX сайтынан қалай өзіңізге керек жұмысты іздеуге болады, мен қазір осы видеода көрсетемін. Ол үшін біз OLX-тің жеке приложениесіне өтеміз, ол App Store мен Google Play-де бар, немесе осы видеоның астындағы сайтқа өтуімізге болады. Работа дегенді басамыз, бізге әртүрлі санаттарды көрсетеді. Осы жерден өзіңізге керегін таңдайсыз. Енді көптеген салалар қамтылған: розничный торговля, транспорт, водитель, IT деген секілді. Бізге керегі мысалға маркетинг. Жоғарғы жағында маркетинг дегенді басқа категорияға өзгертсеңіз болады. Астына түсетін болсақ, бізге осы категория бойынша жарияланған әртүрлі жұмыс орындарын ұсынады. Бізге қазіргі жағдайда 175 осындай хабарландыруды шығарды. Енді бұны біз азайту үшін под категорияны таңдауымызға болады. Мысалы, маркетолог деген бұл өте сала көп. Оның ішінде сол жерден SMM таңдайтын болсаңыз, мысалы, ол 27-ге дейін азаяды. Және удаленный деген бар, удаленный емес, сол сияқты басқа да бөлімдерді таңдай аласыз. Енді осының үстін басу арқылы жұмыс туралы біз толығырақ білуімізге болады. Енді бұл жұмыс бойынша, бұл жұмысқа тұрудың, яғни мынаны жариялаған адамның аты жөні тұр, Әлия деп, осыған хабарласудың бірнеше жолы бар. Біріншісі позвонить деп тұр, немесе SMS жаза аламыз. Мынаны басатын болсақ, бізге номер көрсетеді. Осы номерге хабарласа аламыз, немесе откликнуться деген батырма бар, мына жерде. Осыны басамыз. Бұндай жағдайда бізге осы OLX-тің сайтындағы аккаунтымызға өт деп шығарады. Ол үшін осы OLX-те біз тіркелуіміз керек. Телефон номері арқылы тіркелуге болады, немесе электронный почта арқылы тіркелуге болады. Немесе Google аккаунт бар, iPhone болатын болса Apple ID мен, немесе Facebook пен де өтуге болады. Мен қазір Google арқылы кірем. Өзіңізде бар, кез келген аккаунтты таңдауға болады. Енді осыны басқаннан кейін жаңағы жұмыс туралы басқа бір бет ашылады. Енді бұл жерге өзіңіздің аты жөніңізді, фамилияңызды, электронный почта, телефон номері барлығын жазасыз. Қосымша резюмеңіз болатын болса, осыны басу арқылы оны осыған прикрепить етуге болады. Міне мына жерде прикрепить файл деп. Бірақ бұл қатты маңызды емес. Осыны жазасыз, кейін сохранить мой данный дегенді басып қойыңыз. Себебі басқа жұмысқа да дәл осылай жіберетін кезде қайтадан мыналардың бәрін жазып әуре болмайсыз. Келесте дайын басқан кезде осының бәрі шығып тұрады. Тек қана откликнуться деген батырманы басасыз. Қазір біз жіберу үшін мына жерге өзіміздің данныйларымызды жазуымыз керек. Электронный почтаңызды жазасыз былай. Мен енді өтірік жазып жіберемін осылай. Сіз өзіңіздікін жазуыңыз керек. Сондай жағдайда міне ваш отклик отправлен деп шығады. Әрі қарай не істеу керек? Әрі қарай осы объявлениені жариялаған адам, жұмыс беруші сізге өзі хабарласады, әртүрлі сұрақтар қоюы мүмкін, немесе бір жерге шақыруы мүмкін. Енді толығырақ өзіңіздің профиліңіз болады. Осы OLX-те соны толтыруыңызға болады. Қазіргі жағдайда бізде 30% ғана толтырылған. Міне заполнить ваш профиль кандидата дегенді басамыз. Осы жерде жаңа біз жазған номер тұр, электронный почта, осындай ақпараттар. Бұның бәрін әрине толтырғаныңыз дұрыс. Себебі жұмыс беруші бұның бәрін көре алады. Мысалға мына жерде қандай мамандық бар, водительский право бар ма, жоқ па, қандай тілдерді білесіз, соның бәрін таңдап осы жерге жазып қоюға болады. Міне. Одан кейін хобби, резюме, немесе қажет емес болатын болса, удалить свой профиль деген батырманы басасыз. Және бұл жерде тағы бір қызық функция бар. Сгенерировать резюмені басатын болсаңыз, PDF форматында сізге резюме жасап береді. OLX-те осы профиль кандидата дегенді басасыз. Әрі қарай ваш новая работа деген бар мына жерде. Одан кейін мой отклики дегенді басасыз. Бұл жерде жаңа біз жіберген отклик осы жерде тұрады. Міне отклик отправлен деп тұр. Және қосымша ақпараттарды осы жерден көруге болады. Егер случайно бас жіберген болсаңыз, отозвать откликті басасыз. Да. Сондай жағдайда жаңа жұмыс беруші оны көрмейді және сізге хабарласпайтын болады.